Hayırlı gün Қазақ елі. Бүгін тағы бір отырыста бір қонақта отырып, бір әңгімеден әңгіме шығып, ортамызда отырған бір үлкен кісі, енді менен кіші, сол кісі әңгімесін бастап, ал соның жаңағы айтатын әңгімесі арабтың сөздерін араластырып, сөзінің барлығы да жаңағы жұмақ, тозаққа барғанда, ертең өлгенде осы жастар тыңдап отыр, кішкентай балалар да жүр. Енді кісілер жиналып отырғаннан кейін ас ішіп отырмыз. Айтатын сөзі айналдырып алып келіп тозаққа барғанда сендер сөйтеді. Сол үшін ең маңызды айтып отыратын сөзінің ең маңыздысы әйел адамды бұлай ұстау керек. Әйелді жаңағыдай ұстамасаңдар, олар құртады. Олар деген сол тозаққа алып баратын, олар сені қызықтырады, сені қызықтырып, олар шайтан, олардың шашының арасы толған шайтан болады. Сондықтан олар сені көзіңе жаңағыдай бір құзыр болып көрініп, сені таза жолдан тайдырады. Сені, в общем, ұзын сөздің қысқасы, нағыз адамзаттың жауы әйел болып шықты. Сосын мен сұрақ бердім: сен осы әйелден тудың ба? Анадан тудың ба? Ананың емшегін еміп өстің ба? 9 ай сені толғатып, сені өмірге алып келіп, сенің маңдайыңа, сенің табаныңа тиген шөңге менің маңдайыма қадалсын деп, сенің әрбір сүттен емізіп, сені асырап өсірген, сен үшін түн ұйықтамай жылап өсірген анаға не айтып отырсың деп, жаңағы енді жасым үлкеннен болғаннан кейін орысша сөйлеп айттым. Ананың сенің алдында не жазығы бар? Бар жазығы осы менің балам адам болсын деп барын салып, тыныштық тілеп сұрап жүрген. Әркім өзі бір жаратушы күш бар деп сенетін кез, сенетіні анық. Ол жаратушы күшті бәріміз де білеміз, бір жаратылыстың заңымен жүргенімізді. Жаңа кісінің сөздеріне қарап отырсам, алғы ай деген не, күн деген не, тіпті астрономиядан шаруасы жоқ. Жер деген мынандай былай теп-тегіс, ана ақымақ қазақтар орыстың айтқанына, ана Абай Құнанбаев бір кезде айтып кеткен, орыстан үйрен деп, содан құртты, бүткіл қазақты құртты деп отыр. Ол деген күн деген мына жақтан батады, ол балшыққа батады. Балшыққа батқыр деген қазақта сөз бар, соны сендер түсінбейсіңдер. Ай деген, ол деген түнде адасып кетпесін деп шыққан нәрсе. Жұлдыз деген былай деп, соны айтып түсіндіргенім ғой өзімше. Түсінсеңдер. Өмір деген былай, мынау ер адам болса, өмірдің заңы, оған әйел адам керек. Мынау е әрпі болса, мынау әрпі. Сендерге қалай көрініп тұрғанын білмеймін. Екеуі тағдырдың айдауымен бірі қосылса, ондай ö әрпі шығады, өмір деген. Значит, менің айтайын дегенім, әйел адам, ана бірінші. Ана өмірге бізді алып келген, бүткіл жердің тіреуі, өмірге бізді келтірген. Ананы құрметтеу керек. Ананы, әйелді сабамасаң, ол әйел бола ма? Оны неге бұлай ұрып тұрмайсыңдар? Оның шашынан сүйреп тұрып сабаған әкем мен өз көзім көрді деп айтып отыр. Сондықтан әйел адамды шашы ұзын, ақылы қысқа болады. Сосын қыз балалардың басын орау керек, мектепке бермеу керек. Олар деген мына қазақтың санын көбейту керек дегенді айттым. Айналайын, санын көбейту керек па? Әлде санасын көбейту керек па? Ол ұзын сонар, пәленбай миллиард елі бар елдерден, олардың бізден асып баратқан түгі жоқ. Саналы болуымыз керек, саналы. Өмірге ұмтылуымыз керек, ананы ардақтай білуіміз керек. Адамның түрі көп. Әйелге тұрмайтын еркек бар, қатынға тұрмайтын еркек бар. Еркектің әлдеқайда алдында жүретін әйелдер бар. Сондықтан бір-бірімізді анау-мынау деп кемітпей, бір-бірімізді сыйлап, ананы ардақтап жүргеніміз абзал. Аман болыңдар.